Баршаңызға сәлем. Бар жоғы 30 минутта ешқандай пешсіз өте дәмді торт дайындаймыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен қоржегін жасаймыз. Ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Мен венчикпен араластырамын. Миксермен араластырсаңыз да болады. Содан кейін тұз және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышын салып, електен өткіземіз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнды бірден көп мөлшерде салмаңыздар. Бұл тортқа қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Достар, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецепттермен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажет ұнның барлығын салып, енді қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз осындай орташа жұмсақтықта болады. Салафанға салып, тоңазытқышқа 10 минутқа қойып алыңыздар. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Әр бөлігіміз шамамен 80 грамдай болады. Енді қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымыз осындай қалыңдықта болды. Енді барлығы бірдей болу үшін тарелкамен осылай кесіп шығатын боламын. Алдын ала қызып тұрған табамызда қамырларымызды пісіріп алатын боламыз. Тез-тезден қарап тұрмасаңыздар, қамырларыңыз күйіп кетуі мүмкін. Осылай екі жағын аударып, қызартып пісіріп алдым. Мінекей қоржықтарымыз дайын болды. Енді тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Мен осындай 20% қаймақ алдым. Одан соң осы қаймаққа қант ұнтағын салатын боламыз. Мен осылай 3 ас қасық толтырып қант ұнтағын салдым. Енді қаймақтың жартысын салатын боламын. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Осы кремге загуститель қоссаңыз да болады. Мен бірақ осыған қоспадым. Загуститель қоссаңыздар, креміңіз қою болып шығады. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Осындай тарелкаға қоржығымызды салып, қажетінше кремін салып, жақсылап тегістеп шығыңыздар. Бәрін орналастырып болған соң бетіне де жағып шығамыз. Тортты дайындағаннан кейін бірден әдемілейміз.
мен жаңағы бір коржикті алып қалып, осыны ұсақтап үгіттім блендермен. Енді торттың бетін әдемілейміз. Дайын тортты 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Сонда тортымыз толығымен жұмсарады. Мінекей тортымыз дайын болды. Өте биік, әдемі, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.